Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма жазылыңыздар. Пайдасы өте зор сіздермен әдеттегідеймен. Бүгін мен қысқыға лағманға капуста тұздап алайын деп жатырмын. Ол үшін міне капусталар тазаладым. Содан кейін морковь. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Осындай әдемі турауға тырысып жатырмын. Әп-сәтте мен тегінемен салып жатырмын уже. Немен капустаны әдемі қылып турадым. Бұрышты қосайын деп тұрмын. Өйткені біз лағманның ашық түрін жақсы көреміз. Мынадан қосайын. Бұның да ішін тазаламаймын. Тұзбенен суын шығарып алдым. Енді листі өте жақсы көремін мен. Бұрышымды қосайын. Қосқалы тұрмын. Әдемі етіп, осы теркадан өткізгенді жақсы көріп тұрмын. Өйткені мен өзім лағман жасағанда морковьті турамай осылай қосқан жақсы көремін. Әдемі көрінеді. Оны мен аяғда бір мамам үйіне барсам, мен үлкен ағам бар, Нұрлыбек деген. Әдемі қылып лағман жасаған ғой. Сол қарақ қоямын, морковьті қалай тураған деп. Сонда мамам айтады ғой, ол морковьті тураған жоқ, ол теркалады деп. Содан бері мен де осы морковьті теркалайтын болдым. Мен міне екі морковьті тегім сәрізді. Айбаттап араластырамын. Бисмиллах деп тағы кішкене тұз қостым. Енді елдер сияқты үйге қоям да суын шығарып, одан кейін оның суын ағызып алам деп айтпаймын. Қазір бірден шелекке салам да салқын жерде қоямын. Бол. Енді лағман жасарда әкелесіз, саласыз, етіңізді қуырасыз. Енді мен лағманға осыдан бір кәседей қосамын. Одан кейін свежий капуста қосамын. Ал кейбіреулер капуста қосқан кезде қоспай да істей береді. Редискамен істегенде капуста қоспаймын. Менің көрермендерім міне кереметтей әдемі әрі дәмді менің лағманға арналған салатым, квашеный капустам дайын болды. Осы рецепті мен сіздерде жасап қойып, лағманға бір кәсе салсаңыздар, ауыздың дәмін келтіреді, тамақтың дәмін келтіреді. Не құрметті менің көрермендерім, әп-сәтте Ардағалибекұлы қыстық тамағын дайындап алды. Ертең папамыз келеді. Лағманды по идее біздің үйдегі адамдардың бәрі жақсы көреді. Етіне лавровый лист сап қойдым. Бисмиллах деп жабамыз. Болды.